Саламатсыздар ма, курсант мырзалар? Бүгін сіздермен дәріс сабағын тақырыбы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қатынас мәдениеті. Яғни, тақырыптың өзектілігі қарым-қатынас мәдениетінің негізгі формалары, мінез құлық мәдениеті, сөйлеу мәдениеті және сыртқы келбеті болып табылады. Осы тақырыптың өзектілігі мен мінез құлық мәдениеті мен қызметтік этикеттің адамгершілік мазмұны, оның нормалары, сыпайылық, өзін-өзін бағалау және адамдарға құрметпен қарау, мейірімділік, әдептілік болып табылады. Сабақтың мақсаты оқытушылық кәсіби этиканы зерделеу негізінде курсанттарды құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасына сәйкес келетін білім, түсініктер мен мінез құлық тәжірибесін қалыптастыру. Тәрбиелік жеке тұлғаның заңына, құқықтары мен бостандықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру. Құқық қорғау қызметіндегі қызметтік этиканың рөлін түсіну. Дамытушылық курсанттар әлеуметтік ортадағы этикалық өтініш негіздерін, яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшісінің этикалық кодексін, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарын, ведомстволық бұйрықтар мен арнайы әдебиеттерді кешенді зерттеу негізінде кәсіби қызметтегі этика мен мәдениеттің маңыздылығын айқындай білу қабілетін әзірлеу. Яғни осы сабақта қолданылатын нормативті құқықтық актілер, қолданылатын Конституция Республика Казахстан және сонымен қатар тағы да басқа әдебиеттер. Келесі осы пәнаралық байланыс, яғни біздің әкімшілік, конституция, қылмыстық құқықтармен, яғни пәндермен байланысты. Келесі айтатын болсам, яғни осы бүгінгі тақырыбымыз екі сұрақ қарастырылады. Ең бірінші сұрағымыз ол ішкі істер орган қызметкерлерінің қарым-қатынас мәдениетінің түсінігі мен мазмұны. Екінші сұрақ іскерлік қарым-қатынастың психологиялық аспектілері. Яғни бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, қарым-қатынас мәдениеті бұл басқа адамдармен, іс-әрекеттермен, ойлармен, сөздермен және тәжірибелермен алмасу болып табылады. Қарым-қатынас бұл басқа адамдармен, іс-әрекеттермен, ойлармен, сезімдермен және тәжірибемен алмасу. Мәдени дамыған адам үшін қарым-қатынас қажеттілікке айналады. Оның болмауы ауыр, орын болмас шығын ретінде қабылданады. Қарым-қатынас бұл бірлескен іс-әрекеттің қажеттіліктерінен туындайтын және ақпарат алмасуды, өзара әрекеттесу стратегиясын әзірлеуді, басқа адамды қабылдау мен түсінуді қамтитын адамдар арасындағы байланыстарды құру және дамытудың күрделі жан-жақты процесі. Қарым-қатынас бұл тәрбие мен өзін-өзін тәрбиелеу процесі. Қарым-қатынас адамның жақсы жақтарын анықтауға және ашуға көмектеседі. Қарым-қатынастың құпиясы бұл өз жанының байлығы мен жомарттылығымен белсене отырып, басқа адамдармен келісім мен ізгі ниетпен өмір сүруде негізгі ұмтылыс пен қабілет. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметі тікелей қарым-қатынаспен байланысты. Оның саласы тұрақты және сәтті адами проблемалар біріктірілетін басты назар болып табылады. Барлық мәдени адамдар ғылым мен қарым-қатынас мәдениетін игеруге тырысады. Тәжірибе көрсеткендей, адамдармен өмір сүру шеберлігін игеру үшін ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін қызмет қиын нәрсе сияқты. Алайда гуманистік қатынастардың принциптері мен нормаларын білу негізінде адамдар мен жағдайларды дұрыс бағалауды дамыту маңызды. Егер біз жоғары қарым-қатынас мәдениетін біліп қалыптастыра алсақ, біз қанша қажетсіз жанжалдардан, шағымдардан, қақтығыстардан аулақ бола аламыз. Қарым-қатынас этикасы тұлғааралық қатынастардың алдын алуға, әділеттілік пен тектілік принципіне негізделген басқаларға қатысты әрекет етуге үйретеді. Жұмыста да, үйде де көптеген өмірлік мәселелерді шешуге көмектеседі.
Байланыс процестері әр уақытта мағыналы болады. Сондай-ақ оларды бағыты мен құндылық бағдарламаларын анықтау маңызды. Қарым-қатынас құндылықтары оның негізгі мазмұндық сипаттамаларын анықтайтын қарым-қатынас процесінің маңызды нұсқаулары болып табылады. Қарым-қатынастың гуманистік этикасы адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне жоғары құндылық ретінде бағытталған. Канттың сөзінше, өзінің категориялық императивін тұжырымдай отырып, адамға әрқашан құрал ретінде емес, мақсат ретінде қарау керек екенін айтты. Бұл императивті толықтыра отырып, Дейл Карнеги «Достар табу және адамдарға қалай әсер ету керек» кітабында былай деп жазады: адам мінез-құлқының маңызды бір заңы бар. Осы заңға бағыну арқылы біз ешқашан қиындыққа тап болмаймыз. Шын мәнінде, егер бұл заң сақталса, онда бізге сансыз достар мен тұрақты бақыт әкеледі. Ал егер ол заңды бұзатын болсаңыз, бұл бізде шексіз қиындықтарға тап боламыз деген сөз. Бұл заң әрқашан сұхбаттасушыға оның маңыздылығын түсіндіру үшін қажет. Адамдардың ең терең қасиеті бағалауға деген құштарлық. Дәл осы өркениеттің негізі. Осылайша жеке тұлға үшін қарым-қатынас өнері басқаларды бағалай білу қабілетіне айналады. Сонымен қатар, егер адам ең жоғарғы құндылықты тек өзінде, оның қажеттіліктерін қанағаттандыруда көретін болса, және өзін-өзі анықтамайтын өзімшіл мақсаттар қойса, ал басқа адам өз мақсаттарға жетудің құралы болса, онда мұндай қарым-қатынас азғын және мәдениетсіз болады. Адамдар арасындағы байланыс әртүрлі формада болады. Олар деңгейге байланысты. Сіз кіммен сөйлесесіз? Мақсаттар не үшін? Қарым-қатынас мінезі қалай сөйлесесің? Әлеуметтанушылардың зерттеулері көрсеткендей, адамдардың іскерлік өміріндегі қарым-қатынас процестері жұмыс уақытының 70-85%-ын құрайды. Басқа адамдармен өзара әрекеттесу арқылы адам өз қызметінің нәтижелерінің көп бөлігіне қол жеткізеді. Карнегидің пікірінше, жетістіктің 15%-ы маманның біліміне, ал қалған 85%-ы адам инженериясының өнеріне байланысты. Атақты банкир Рокфеллер адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті де тауар екенін және мұндай шеберлік үшін әлемдегі кез келген нәрсеге қарағандағы көбірек төлейтіндігін байқадым дейді. Демек, ішкі істер органдары қызметкері үшін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті ең маңызды кәсіби сала болып табылады. Ол адам оқуға міндетті түрде ол бүкіл өмірін жетілдіруі керек. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің қарым-қатынасының ең көп таралған түрлері функционалдық рөлдік қызметте және бейресми байланыс болып табылады. Функционалды рөлдік қарым-қатынас белгілі бір рөлдік функцияларды орындаумен байланысты рөлдік қатынасты білдіреді. Мысалы, құқық қорғау органдары қызметкерлері азамат, полиция қызметкері құқық бұзушы. Егер азамат үшін басқа адамдармен байланыс қажеттілігін қанағаттандыру тәсілі болса, онда құқық қорғау қызметкері үшін бұл азаматтар мен мемлекет алдындағы заңдылықты қорғау жөніндегі қызметтік міндеттерін орындау тактикасы болып табылады. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің функционалдық рөлдік қарым-қатынасы оның қызметі бойынша функционалдық міндеттерін орындау кезінде әріптестермен, лауазымды адамдармен және халықпен байланысу процесінде де іске асырылады. Осылайша, дәрістің бірінші сұрағында олар басқа адамдармен қарым-қатынас полиция қызметкерлерінің күнделікті қызметінің үлкен бөлігін алатындығын анықтадық. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің жұмысының тиімділігі көбінесе қарым-қатынас жасау қабілетіне байланысты болып табылады. Енді екінші кейбір формаларға қойылатын этикалық талаптарды қарайтын болсақ, ішкі істер орган қызметкерлерінің іскерлік қарым-қатынасы. Яғни, іскерлік қарым-қатынас этикасы бұл ғылым тәжірибесі мен әлемдік тәжірибе әзірлеген адамгершілік этикалық талаптардың, қағидаттарының, нормалар мен ережелердің жиынтығы, олардың сақталуы, іскерлік қарым-қатынас субъектілерінің өзара түсінігі мен өзара сенімін қамтамасыз етеді. Байланыстардың тиімділігі мен ойлардың бірлескен іс-әрекетінің
түпкілікті нәтижелерін арттырады. Ішкі істер орган қызметкерлерінің іскерлік қарым-қатынасы негізінде маңызды қызметтік мәселені шешу, адамдардың тағдырына, материалдық және қаржылық шығындарға, сондай-ақ қарым-қатынас субъектілері үшін өте жағымсыз салдары бар. Құқық қорғау қатынастарындағы қатысты жауапты нақты іс жатыр. Іскерлік қарым-қатынас белгілі бір моральдық принциптерге негізделген. Іскерлік қарым-қатынас негізінде іс мүдделері жатыр, бірақ ешқандай жағдайда және мүдделер мен өзі емес көрінетін тыйымға қарамастан бұл қағида жиі бұзылады. Әдептілік, яғни ар-ождан сияқты моральдық қасиеттерге негізделген ар-ожданға немесе мінез-құлыққа органикалық қабілетсіздік, ар-намысты үнемі сақтап қалуға деген ұмтылыс, қызметтік немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан кез келген адаммен өзін бірдей ұстай білу, моральдық тұрақтылық, міндеттілік, дәлділік, жауапкершілік, сөзге адалдық, мейірімділік, яғни адамдарға жақсылық жасаудың органикалық қажеттілігі, сыпайылық, әдептілік, нәзіктік, қамқорлық сияқты қасиеттер арқылы жүзеге асырылатын сыйластық. Ішкі істер орган қызметкерлерінің бір-бірімен қызметтік ұйымдарда да азаматтармен іскерлік қарым-қатынасы әртүрлі жағдайларда болуы мүмкін және әртүрлі нысандарда қабылдануы мүмкін. Олардың негізгілері мыналар. Бірінші, күнделікті қызметтік қарым-қатынас, әңгімелер, кездесулер, келіссөздер, келушілерді қабылдау, кеңестер, жиналыстар, отырыстар, конференциялар, ұйымдарға, мекемелерге бару, азаматтардың тұрақтылықты жері бойынша бару, кезекшілік, патрульдеу, күзет, қызметтік қарым-қатынас, қатынастың ерекше формальды, қызметтік ұжымда қарым-қатынас жасау, қарым-қатынастың формалары, әріптестер арасындағы қарым-қатынас, оқыту процесінде оқытушылардың тыңдаушылармен қарым-қатынасы, шетел азаматтарымен іскерлік байланыс, қызметтік қарым-қатынастардың экстремалды түрлері, жанжал жағдайындағы байланыс, митингтер және көпшілік шараларға қатысушылармен қарым-қатынас жасау, тінту кезінде ұсталғандармен байланыс, арнайы байланыс, қарым-қатынастың бейвербальды және специфизикалық емес түрлері, журналистермен қоғамдық байланыс, сұхбат, радио, телевизор, баспасөз, сөз сөйлеу, телефон, телетайп, радио байланыс, іскерлік хат алмасу, тағы да сол сияқты жоғарыда аталған қарым-қатынас формаларының әрқайсысында әртүрлі принциптер, әдістер, ережелер мен нормалар бар. Дәріс барысында біз олардың негізгілерін толығырақ қарастырып жатырмыз. Іскерлік кездесулер, әңгімелер, келіссөздер өткізу, полицияның кәсіби қызметінің нәтижелері көбінесе жеке кездесулерге, әңгімелесулерге, жиналыстарға байланысты. Дұрыс жүргізілген әңгіме сұхбаттасуның сіздің ұстанымыңыздың дұрыстығына сендірудің, оны сіздің шешіміңізбен жағдайыңызды қабылдауға мәжбүрлеудің ең қолайлы және жиі жалғыз мүмкіндігі. Мамандар әңгіме барысында бірнеше кезеңдерді ажыратады. Ең бірінші ол әңгімеге дайындық. Әңгімелесушіні зерттеу ұсынылады. Ол қандай позиционалды, ол сізге қалай қарайды, ол қандай адам, оның ниеті қандай. Әңгімелесушінің өмірбаянының негізгі сәттерін, оның жеке мүдделерінің аясында, оның айналысатын сүйікті ісін, хоббиін білген жақсы болар еді. Кіммен сөйлесуге тура келетінін анықталғаннан кейін, сіз әңгімеге алдын ала талдау жасауыңыз керек. Яғни, әңгіме барысында талқылануы мүмкін. Уақыты, орны, тақырыптары, сондай-ақ мүмкін қатысушыларын анықтау, мүмкіндік беретін іскерлік ортаға туралы ойыңыз. Әңгімелесушінің алдын ала жоспарын құру өте маңызды. Сіз өзіңіздің шешенділігіңіздің мүмкіндіктерін шынымен де ескеруіңіз керек. Бәрі бірдей цицерондар емес. Әңгіме алдында сіз өзіңізге ең маңызды тезистер мен дәлелдерді айтуыңыз керек. Кілт сөздерді, фактілер мен сандарды бөліп қарастыру керек. Астын сызып белгілеген дұрыс болады. Психологтар мидың белсенділігінің шыңы күндізгі 10-12 сағатқа келеді деп санайды. Сондықтан ақыл ой мен психикалық энергияны
көп қажет ететін маңызды кездесулерді күннің бірінші жартысында тағайындаған жөн. Кездесулердің уақыты алдын ала белгіленген. Кездесуге алынған уақыт басқа істерден босатылуы керек. Бұл уақытты сіз басқа кездесулерді тағайындай алмасаңыз, шақырушылармен қабылдау бөлмесінде күтуге мәжбүр ете алмайсыз. Кездесуді белгілі бір уақыттан тыс кешіктіру әдеттегі емес. Егер бұл маңызды мәселені шешумен байланысты болмаса, әңгіменің басталуы алдын ала жұмыстан кейін әңгіменің маңызды кезеңі басталады. Әңгімелердің оның негізгі бөлігіне ғана емес, басы мен соңына да назар аудару керек. Әңгіме барысында ізгілік пен өзара сенім атмосферасын құру үшін бар күш-жігерлеріңізді жұмсауларыңыз қажет. Сөйлесудің басталуын концертке дейін орнатумен салыстыруға болады. Кездесу немесе әңгімелесу кезінде нәтиже көбіне байланысты болатын ұсақ түйектерге назар аудару керек. Егер хатшының өзі де кеңесеге апарып оны иесіне ұсынса, бұл жасалмайды. Иесі өз кезегінде жауап ретінде ғана емес, үстелден шығып, оны қарсы алып келгенге қарай жүреді. Үстел арқылы сәлемдесу жаман дәмнің белгісі. Егер әңгімелесушілер бейтаныс болса, өзара таныстырудан кейін иесі, яғни қонақты отыруда ұсынады. Қонақ пен иесінің орналасуы символдық болып табылады, яғни әңгіме сипаты мен тактикасына әсер етуі мүмкін. Егер иесі өз орнында қалса, бұл оған көп салмақ бермейді. Сөйлесудің үстемділігін білдіреді. Егер иесі қонаққа қарама-қарсы отырса және одан жақын болса, онда бұл теңдікке деген ұмтылыс. Сұхбаттасушыны құрметтеуді білдіреді. Ал соңғы жағдайда ол жақын қарым-қатынас туралы бейресми әңгімеге деген ұмтылысы туралы айтады. Ақпарат беру. Әңгіменің басын іс туралы бастауға болмайды. Бұл жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін. Алдымен, әңгімелесушілер бір-біріне мұқият қараған кезде әңгімені біртіндеп, негізгі мазмұнын аудара отырып, қызықты тақырыптар туралы сөйлескен жөн. Кездесудің алғашқы минуттарынан бастап, шиеленісті жеңілдететін әңгімелесушіні босаңсып, кіріспе белгін күрт ауысу керісінше әсер етуі мүмкін. Адам жабылады, сізге бейімділік жоғылады. Тақырыптың негізгі ережелерін тоқталу кезінде бірінші сұрақпен әңгімелесушінің қинаудың қажеті жоқ. Өйткені әңгімелесушінің ішкі қарсылығын тудырған гөрі сіздің ұстанымдарыңызды келісу нүктелерін табу жақсы болып табылады. Себебі әңгімелесуші қорғану позициясын ұстануы мүмкін. Әңгімелесушіге өз дәлелдеріңізді, идеяларыңыз бен ойларыңызды мүмкіндігінше оңай айтуға тырысыңыз. Сөйлеу мазмұныңыз айқын, көрнекі, қысқа және ең алдымен түсінікті болуы керек. Тым тез көп сөз сөйлеу адамға сенімсіз әсер қалдырады. Тым баяу сөйлеу тітіркенуді тудырады. Бұл адамның реакциясының баяулығы туралы ойлануға мәжбүр етеді. Әңгіме дауысты көтерместен және барлық себептер болған кезде де оның тітіркенуінен көрсетіледі. Тыныш жүргізілуі керек. Толық өзін-өзін бақылау және тыныш сөйлеу серіктеске тыныш үн мен жоғары дауысқа қарағанда үлкен әсер қалдырады. Іскерлік қарым-қатынаста мұқият тыңдау мүмкіндігі маңызды. Әйтпесе іскерлік қатынастар сәтсіз аяқталуы мүмкін. Әңгіме барысында визуалды байланыс маңызды, яғни әңгімелесушіге бет бұру керек. Сіздің іс-әрекетіңіз, бет қимылдарыңыз сұхбаттасушыға оны мұқият тыңдағаныңыз білдіретін көз жеткізіңіз. Әңгімелесушінің сөздерінің мағынасы ғана емес, оның сөздері де түсінуге тырысыңыз. Есіңізде болсын, адамдар өз ойлары мен сезімдерін кодталған түрде жеткізеді. Өзіңізде абайсызда ұстанымыңыз, сіз спикермен ақылдаспаған кезде, сіз өзіңізге қарсы дәлелдермен жасай бастайсыз және тыңдауды тоқтатасыз. Және өз сөзіңізді әрдайым бірдей сөйлегенін түсінбеуі мүмкін. Тым көп сұрақтар қоймаңыз. Жоғарыда айтылғандарды нақтылау үшін сұрақтар мен шектелуге тырысыңыз. Бір мәнді жауапты қажет ететін жабық сұрақтарды азайту керек. Спикерді өз ойларын егжей-тегжейлі айтуға итермелейтін ашық
сұрақтарды мұқият қолдану керек. Сұрақтардың тым көп саны белгілі бір дәрежеді адамды басады. Оның бастамасын алып тастайды. Яғни қорғаныс позициясын қояды. Әңгімелесушіге оның сезімдерін жақсы түсіністігіңіз туралы ешқашан айтпаңыз. Мұндай мәлімдеме әңгімелесушіні оны тыңдайтыныңызға сендіру үшін өздерінің әрдайым сәтті емес әрекеттерін анықтауға қызмет етеді. Сонымен қатар, мұндай қарым-қатынас сізге деген сенімге күмән тудырады және әңгіме ең алдымен тоқтайды. Мазасыз сұхбаттасушыны тыңдап, абай болыңыз және оны сезімдеріне бой алдырмаңыз. Әйтпесе сіз хабарланған ақпараттың емдеудің мағынасын жіберіп алуыңыз мүмкін. Эмоционалды зарядталған сөздер мен сөз тіркестеріне қатысты етпейтін болыңыз. Олардың мағынасына ғана тыңдаңыз. Сіздің жеке сезімдеріңіз шынымен білуіңіз керек нәрсені түсінуге кедергілер келтіруі мүмкін. Әңгіме барысында олар тегіс еркін отырады. Іскерлік әңгіме қатыса отырып, олар темекі шекпеуге тырысады. Әсіресе кеңсе иесінің рұқсатынсыз оған темекі шегуге рұқсат сұрауға кеңес берілмейді. Өйткені ол сізден бас тартуға ыңғайсыз болуы мүмкін. Ал әңгімелесудің басқа қатысушылардың темекі шегетін бөлмеде немесе темекі түтінін отыруға ыңғайсыз болады. Әңгімелесу кезінде сағатқа қарау әдепсіз болып саналады. Бұл қимыл әдетте әңгіме соңында сигнал ретінде қабылданады. Сондықтан уақытты сезінуде үйрену керек. Ең маңызды ойларды реферат түрінде жазуға болады. Сондықтан қалам мен қағаз көптеген іскерлік кездесулердің ажырамас атрибуттары болып табылады. Әрқашан мүмкіндігінше сыпайы, достық, дипломатиялық және әдепті болыңыз. Ескі сөзде бір тамшы бал бүкіл ет галлонына қарағанда көбірек шыбындарды тартады делінген. Бұл адамдарға қатысты. Егер сіз сұхбаттасушының сіздің жаныңызға тартқаныңыз келсе, алдымен оның шынайы дос екендігін сендіріңіз. Әңгімелесуді аяқтау. Әңгімелесуді сәтті болу үшін оны аяқтау кезеңі маңызды. Әңгіме соңында артық сөздерге, түсініксіз сөздерге орын жоқ. Қорытынды ұсынылған шешімдерді пайдасына ең маңызды дәлелдерді қамтитын айқын болуы керек. Бірге әңгімелесуші түсініксіз идея қалмау үшін оны қабылдау керек. Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті келесі компоненттерді қамтиды. Яғни олар іскерлік қарым-қатынас техникасы, іскерлік қарым-қатынас психологиясы, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қызметтік этикет. Барлық компоненттер бір-бірімен тығыз байланысты және кез келген байланыста болады. Біз оны компоненттерді дәрістің келесі сұрақтарында толығырақ қарастырамыз. Енді қорытындылай кететін болсақ, дәрістің екінші сұрағында іскерлік қарым-қатынас этикасының ұғымдары және оларға қойылатын кейбір талаптарды қарастырған болатынбыз. Жалпы қорытындылайтын болсақ, ішкі істер орган қызметкерлерінің кәсіби қарым-қатынас мәдениеті тақырыбындағы дәріс қажетті теориялық білімді қалыптастыру бойынша қойылған міндеттерді орындауға ықпал етіп, атап айтқанда, дәрістің бірінші сұрағында осы курсанттарға басқа адамдармен қарым-қатынас полиция қызметкерлерінің күнделікті қызметінің үлкен бөлігін алады. Құқықтық тәртіп қызметкерлердің жұмысының тиімділігін көп жағдайда қарым-қатынас жасау қабілетіне байланысты екенін ұмытпаған жөн. Дәрістің екінші сұрағында осы курсанттарға іскерлік әңгімелер өткізу бойынша ұсыныстар беріледі. Қарым-қатынасқа қалай дайындалу керек? Проблемалық мәселелерді шешу үшін қай уақыт ыңғайлы? Әңгімелесушілер орналасуы керек. Кездесу кезінде қандай нюанстарға, дауыс ырғағы мен тембрі, сыртқы түрі, пішіні, қимылдары мен бет-әлпеті назар аудару керек. Осы бір тақырыбымызды қорытындылай келе, яғни қарым-қатынас ол адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Және сондай-ақ қызығушылықтарын қалыптастыруға және дамытуға, әртүрлі жағдайларды, мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Біздің осымен дәрісіміз аяқталды.